Не болды ағай? Махаббаттың астыры жетіп отырсыз ғой. Бәрін қойып ағайларың ойнайын дедіңдер ме? Ағай, қызыңыз тастап кетті ма? Жоқ, тастаған жоқ. Ен тастайтын шығар, әлі айтпаған болып тұр ғой. Аянышты болып отырсыз ғой. Ағайдың осы түрін суретке түсіріп алып қызына жіберейік та, қызы қайта аяп қосуатын шығар. Осы сендер неге ағайға тисе бересіңдер? Үлкенді сыйлау дегенді білесіңдер ма? Білдей ағай емес па? Әлемде қыздар көп. Бірінші таста екіншісі бар. Екіншісі тастаса, үшіншісі бар дейсің ғой. Үшіншісі болмаса, төртіншісі болады да, братан. Тоқташы нарада. Неге, братан? Ой, тоқташы деймін ол. Әзіл ғой, братан. Ой, әзіл бай, тоқташы болды. Братан, тоқтамай тұрып, бір нәрсе сұрап жіберейін сізден. Сіздер қандай спорттан келетсіздер? Шахматтан. Тоқтаймыз дейін, не болды? Дүкең әкірен еді. Түсейін ба менде? Жоқ. Что-то біздің ағайға көмегіміз керек сияқты. Қандай көмек? Көріп тұрсыңдар ғой, ағайдың ұнататын қызы қарамай жүр. Қандай қыз ол біздің ағайға қарамайтын? Біз ол қызды қаратып беруіміз керек. Я, дұрыс айтасың, братчика. Мен де қосылам. Сіз вообще кімсіз? Бізді вообще танымайсыз ғой? Водитель емессіз бе? Қазір менің үйіме барып, жоспар құру керек десіз. Ал балалар, бүгінгі алған жүлделерің құтты болсын. Шахматтың миға берері өте көп. Ертең өмірлерінде керек болады бұл. Ағайларың неге келмеді? Оның қызы тастап кетті ау деймін. Ой, оның жұмыстары шығып қалды. Мадина тете тамағың сондай дәмді болыпты, маған ұнады. Маған да ұнады. Рахмет жан, ас болсын. Маған да. Рахмет, ас. Общий ас болсын, общий ас болсын. Жақсы. Жеңдер алып, бафлиден, неден, май жағы. Ішіп-жеп болсақ, онда мен бөлмеге барайық. Ақылдасатын шаруалар бар. Не, балдарды көрдің бе? Ақылдасатын болған. Шахматтың пайдасы осы. Ал сен менімен ақылдаспай, ыдыс-аяқ жуатын машина алып қойып. Ту, енді оны осы жерде айту керек па? Мен барлық жерде айтамын. Барлық жерде айтамын. Рахмет папа, мама, біз кеттік онда. Папасы, маған ыдыстарды тасып берді. Мына жерді жинап тастайық. Ойбай, тасып беретін мен. Ыдыс-аяқ жуатын машина. Сен не істейсің сонда? Ойбай, өзім ақ істеймін. Қойшы. Ағайдың қыз жайлы кімде қандай ақпарат бар? Мен оның істерін білемін. Өнер мектебінде биші болып істейді екен, Еңгескі бейсі болды де. Енді бізде қандай жоспар? Давай алып қашайық. Сосын ағайдың үйіне сюрприз қылып апарамыз. Ағай түсінбей қалады. Күшті идея, алып қашайық. Бұл бізді алып қашпаса, біз бұны алып қаша алмаймыз. Жоқ. Біз ертеңнен бастап биге қатысамыз. Сөйтіп, апайдың құлағына Жасұлан ағайды мақтай береміз. Сөйтіп ол апай өзі ғашық болып қалатын шығар. Мен біле алмаймын. Мен қатсамай уақытым жоқ. Ағайдың уақыты болмаса да бізді үйреткен жоқ па? Қиын сәтте жанымызда болды. Үнжу, сен ана кезде, аяғын сырып алған кезде, кім сені скорыйға апарған? Айдана, сен телефон сынып қалған кезде, кім жөндеп берген? Ағай бізге көмектесті ғой, біз де оған көмектесейік та. Болды, көмектесеміз. Расул дұрыс айтады. Біздің мақсатымыз билеуде емес, ағайды қызмен қосу, мен қатысамын. Саламатсыз апай. Біз биге жазылайын деп едік. Бәрін ба? Бәріміз, или тағы бір-екі бала қосайық па? Біз өзіміз би тобын құрғымыз келеді. Мен басшысы болам, меруерт көмекшім болады. Сосын тойға шығып ақша табамыз.
қалжыңдап жатқан ғой. Бізді аласыз ба? Алыңыз өтінен өкінбейсіз, қайта бақты боласыз. Бізді алсаңыз, сіздер тұрмысқа шығасыз. Қалжың ғой, өзіміз қалжың қоймыз ғой. Аласыз ба? Биге икемдерің бар ма? Икем ба? Бар ғой, қандай икем керек? Бізде де осы бала ғана нашар билейді. Ол да уақыт өте келе, үйреніп кетеді ғой. Біз сіздің артыңыздан қайтылсақ болады. Жақсы. Ендеше көрейік, е? Билей алмай тұрғандар өздері сезіп тұрған шығар. Бізде үйірмелер көп, солар таңдасындар болады. Енді апай, билей алмағасын кепі тұрмыз ғой. Апай, бәріміз ағыла беріңізші, балалар үйреніп кетеді. Апай, бізді алыңызшы, айтқаныңызды тыңдаймыз. Жарайды, жақсы. Жазыла беріңдер. Ертең түстен кейін 3-те сабақ. Жақсы апай, рахмет. Жоспарды ары қарай талқылайық. Би үйірмесіне бардық. Ертең ағайды алып барайық. Екеуін таныстырып, тойын белгілеп, лав сторийін түсіріп, шақыру билетін тарат тастайық. Қатты асығыс емесіңдер ма? Кімде басқа ой бар? Ойыма ештеңе кеп тұрған жоқ. Так, былай жасаймыз. Ертең сағат 3-те бәріміз би үйірмесінде боламыз. Олжан, сен кешіп келесің. Сосын жолда бір ағай машинамен қақып кетейін деп тұрған жерден бір ағай құтқарып алды дейсің. Атын сұраса Жасұлан екен де. Өз шахматтан беретін ағай күшті ағайды. Арасында сондай өскенде жігітім болса деп қой. Мен де кешігіп келіп айтайын ба? Бәріне көмектесе бермейтін шығар енді. Бүгін осылай аяқ асты болғанда жетсек. Онда ертең кездескенше. Лав сторийін қашан түсіреміз? Ой, оны өзіміз айтамыз. Кеттік. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Саламатсыз апай. Саламатсыңдар. Апай, бүгін қандай би үйренеміз? Сіз билік тастау керек боп тұр. Қазақ би үйренекші, басқа бидің бәрін өз ұлтының биін құрмет етеді. Жақсы айттың. Тағы қандай бар? Жұп болсын. Білесен егер ерінбей, тояды қарнын тіленбей. Мынау болмады. Сен айтпағандай бол, біз естімегенде болайық. Кешіріңіз апай, жалғастыра беріңіз. Формаларың қайда? Форманы мектепке келмейміз де. Биге киетін формаларың қайда? Ондай да бар ма еді? Апай, кешіріңізші, бүгін бірінші күн болғасын, ұмытып кетіппіз. Ертең ақ келеміз. Я, кешіріңізші апай. Онда ертең келесіңдер. Қазір шығыңдар, формасыз болмайды. Апай. Ешқандай да апай емес. Ертең формамен келіңдер. Саңыз ба, апай, жаңа жолда келе жатсам. Форма келдің ба? Жоқ, әкелмедім, оны қойыңызшы, жаңа жолда келе жатсам. Форманды киіп, сосын айтасың. Ой, апай, тыңдасаңызшы, машина қақып кете жаздады ғой. Амансың ба енді? Я, аманмын, мені бір ағай құтқарып қалды. Форманды киіп кел. Ой, апай, неге форма деп қалдыңыз? Адам өмірін айтып жатыр ғой. Формамды кисем де осы әңгіме емес па? Балалар, мен уақытымды алып жатсыңдар. Болмаса бәрінді шығарып жіберем. Жоқ апай, ертең формамызды алып келеміз. Кеттік, қайталаймыз. И раз, два, три, четыре. Раз. Біреулерің не форма керек деп айтпайсыңдар. Жалпы любой үйірмеге форма керек қой, просто есте болмапты. Біз биге би үйрену үшін емес, ағай мен мына апайды қосуға келдік қой. Не істейміз? Ештен ертең форма алып келеміз, сосын дәл солай ойнатамыз. Просто адамдардың орны ауысады. Олжанның орнына Меруерт келеді. Неге мен емес? Енді күнде машина қақып кете бермейтін шығар. Кеттік, ағайға барайық.
емес пе ағай? Ой, бісміллә. Не yapmışsınдар бәрің? Бүгін сабақ жоқ қой сендерде. Просто ағай сіздің махаббаттан басы айналып құлақ қалмады ма деп. Жағдайыңызды біліп кетейін деп қой. Жағдайым жақсы, рахмет. Өздерің қалайсыңдар? Точно жақсы ма? Ағай, негізі бұлай жүргеніңізге біраз болды ғой. Бір кішкене ход жасап, бір қызға барып көрмедіңіз бе? Әлде просто тастап кетті ма? Қалай тастап кетеді? Сөз салып көрдіңіз ба? Торыңыз екенсіз ғой. Кешіңіз қатты айтсам. Сөз салған, бірақ ойдағыдай болмады. Романтика жетіспеген жан. Романтика деген менен қалған ғой. Олай да көрдім. Аяқ асты не болды? Тез кел деп асықтырып жібердің ғой. Аружан, отыршы. Отыр. Мен бір айтарым бар саған. Аружан, мен өзіңді бір көріп ғашық болдым. Жатсам да, тұрсам да тек сені ғана ойлайтын болдым. Қысқасы, менің қызым боласың ба? Мен сенен бұндайды күтпедім. Жауабым жоқ. Жоқ, Аружан. Вот, балдар. Осылай болды. Слави болыпсың ғой ағай. Уайымдамаңыз ағай, ол қызды қаратуға біз көмектесеміз. Ой, қойш, сендердің қолдарынан не келеді дейсің? Біз бейімісіне жазып қойдық. Кішігірім жоспарымыз да бар. Ертең бізде сабақ билейміз. Қысқасы ағай, біз сіздерді қосуға атсалысамыз. Қойш, шын ба? Менен не көмек? Слабы болмаңызшы. Сосын андай адам менсінбей, өзінше болып жүрміз. Қалған өзіміз айтамыз. Жақсы, балдар, бірақ бұл нәрсені ешкімге айтпаңдар. Онсыз да ешкім білмейді. Ағай, шамайлы қарнымыз ашықтыр. Жаңа би үйірмесіне барғанбыз сіздерді қосу үшін. Болды ғой онда. Қарындарын тойғанша отырамыз. Жүріңдер. Ал, жоспар қандай? Айтыңдар. Қазір ағай тамақтанып алайық та. Бірінші жоспар сізді жақшағыңыздан көрсету. Қысқасын айтқанда мақтау ғой. Одан кейінгі жоспар не істейміз? Біріншісін дұрыстап орындап алайық. Байқаңдар әйтеуір. Артық қыламыз, тыртық қылып алып жүрмеңдер. Уайымдамаңыз ағай. Қызыңыз артыңыздан жүгіреді әлі. Әмин, айтқандарың келсін. Бүгін формамызда келдік. Дұрыстап тексеріп аласыз ба? Сендер қатты белгілерің келіп жүрау дейм, е? Қане сапқа тұрыңдар. Бірінші дене қыздырамыз. Сендер толық келмеген сияқтысыңдар ғой. Мерерт, саған не болған? Не болып қалды? Жаңа жолда келе жатсам, бір машина қақып кете жаздады. Бірақ мені бір ағай құтқарып қалды. Мәссаған, өмірде сондай қаһармандар бар ма не? Апай, формамды қазір киемін, сәл демалып алсам бола ма? Қай ағай өз өмірін қатерге тігетін? Аты Жасылан-ау деймін. Мені құтқарып алып, абайлап жүр, жақсы қыз екенсің деп, мені шахматтан үйірмеге шақырды. Менің артымнан жүгіріп жүрген Жасылан ба? Онда бәріміз барайық та. Онда ержүрек ағайлардан үлгі алу керек. Менің де сондай ағам болса ғой. Ал менің өскенде сондай жігітім болса ғой. Мені әр жерде қорғап жүретін еді. Болды, енді сабаққа кірісеміз. Меруерт, сен өзіңді нашар сезініп тұрсаң, қайта берсем болады. Жоқ, апай, бәрі дұрыс. Онда формаңды ауыстырып кел. Енді келе жоспар қандай? Бүгін кешке апайдың есік алдына төбелесін тапсырамыз. Біз төбелесеміз ба? Қат төбелесетін кроссовкамды алып келейін ба? Я, апай, қашабып көтеміз. Так, Ұлжан, сен ағай жазыңдаршы. Алло, ағай, сізбен Расул сөйлесем дейді. Алло, ағай. Бүгін кешке 3 жыл бір қыз дайындап қойыңызшы. Ой, уайымдамаңыз, қызық болады.
сосын бәрін өзім түсіндіріп беремін. Жақсы. Бүгін кешке қызықпайын тұр. Бізге айтпайсың ба? Ой, өтірік төбелес ұйымдастырамыз. Ағай апайды қорғап қалады. Сонда түсінбейсің ба? Сосын апайдың ағайға деген ғашық оты тұтана бастайды. Кеттік ұйымдастырайық. Оппана, о, қарындас, анаңызға күйеу балаға жетеміз ба? Қарындас, Жіберіңіз қолымды. жібермесекші. О, жігіттер, не болады жігіттер? Аружан, сен үйге бара бер, мен өзім сөйлесем бұлармен. Тоқта қарындас, мына жігіттің қалай таяқ жейтінін көресің. Аружан, неғып жүрсің түн ортасында? Осында тұрам. Үй жаққа қайтып бара жатқам. Мен де мына жерде қарындасым тұрады, сол жаққа баратқам ғой. Жақсы онда, байқап жүр. Рахмет. Аружан маған ғашық болып қалды. Кетіп бара жатқанда ұзақ қарап тұрды ғой артымнан кәдімгі. Ағай, наоборот емес па? Жоқ, мен сразу кетіп қалдым ғой, қараған жоқпын оған. Ағай жаңағы анау таяқ жеген балдардың ақшасын бердіңіз ба? Алып кетті бірден, беріп жібердім ғой. Міне, Расул қарап жүрші. Не ол? Міне, мынау сіз, ал мынау облыс әкімі. Мен не істеп тұрмын бұл жерде? Бұның фотошоп дейді. Фотошоп қой? Сіз кеше кішкентай қызды өрттен құтқарып қалдыңыз. Соған орай сізді облыс әкімі марапаттайын деп жатыр. Да? Біз соны кездейсоқ көріп қойған сияқты болып апайдың көзінше тақпаймыз. Және кешке Алинұрдың туған күні болады. Соған апайды шақырамыз. Ол жерде де мықты жоспар бар. Қандай? Уақыты келгенде көресіз. Бүгін біз шаршадық енді, демалайық. Насчетті өзің жаба саласың. Жақсы, рахмет. Балалар, қыздар, рахмет сендерге. Так, мына счеты қанша болды екен? Брат, Каспий рет бар ма сіздерде? Алдында сен құтқарбаған ағай емес па? Иә, сол. Кеше түнде кішкентай баланы өрттен құтқарып қалған дей ма? Мәссаған, бұл біздің қаланың супермені болды ғой. Кеше қалада өрт болмаған сияқты еді ғой. Болды. Біздің ауыз сұсқандар тұратын зикауы теніпті. Просто ади таратпай отыр. Нағайға ризамын. Мен де. Қызы бар ма екен? Язында бар ғой, қазіргі қыздар ондай жігіттерді ұстап алады ғой. Қызы жоқ шығар әлі. Апай, бүгін менің туған күнім ғой, айтпақсы. Құтты болсын. Кешке кафеде атап өтеміз, келіңіз. Кешке мен босай алмайым. Апай, өтіңіз, келіңіз. Ойланып көрейін. Ал енді кеттік, қазір сабақты бастаймыз. Апай, келе ме екен? Білмеймін, келетін шығар. Ал бәріміз дайынбыз ғой, я? Дайынсыздар ма, тәтелер? Ағай дайынсыз ба? Все жақсы. Апай келе жатыр. Ал дайындалайық. Алинұр туған күнімен. Алинұр, туған күнің құтты болсын. Мынау менен саған сыйлық. Келіңдер балалар, торт жейміз. Рахмет, апай, келіп отырыңыз. Сіз кішкентай қызды оттан құтқарып қалған жігіт емессіз бе, иә? Иә, дәл өзі. Сіздің осы қызыңыз бар ма? Ой, қызым жоқ, көңілім қалған. Қандай ақымақ қыз ол сіздің көңіліңізді қалдырып жүрген? Соны айтам. Балалар, мына жер шумны болып кеткен сияқты. Басқа жерге отырайықшы. Неге запсақса отырмыз ғой? Апай, анау ағай деген батыр ғой. Суретке түсуге шақырайықшы. Я, тілек айт кетсін Алинұрға. Жаслан, кеше құтқарып қалғанына рахмет. Не ғой балалар сенімен суретке түскісі келіп тұрады. Оның үстіне Алинұрдың туған күні. Құттықтап жіберсен. Әрине. Онда барып отырайық. Ал, Алинұр, туған күнің құтты болсын. Сабағыңды беске оқы. Ең бастысы, апайларыңды тыңдаңдар. Ағай, сіз кішкентай қызды өрттен қалай құтқарып қалдыңыз?
О, айтып берейін ба қалай болған? Иә, айтып беріңізші. Ол былай болды. Бәрі де ойдағыдай болып келе жатыр. Ертең жоспардың соңғы бөлігі. Бәрімізге сәттілік. Саламатсыз ба? Мен қарындасымды би үйірмесіне қатыстырайын деп едім. Саламатсыз ба? Жасы нешеде? 5-те. Біз 6 жастан бастап қабылдайтын едік. Ой, бұл өкінішті. Мен қарындасым 5 болам деп қоймағасын, өтінішін орындайын деп едім. Балалар қаласа, міндетті түрде айтқанын орындау керек. Формасы бар ма? Формасы бар я, бәрі дайын. Ауыстырып келсін. Ал Биші ханым, дайынсыз ғой, е? Онда біз формасын ауыстырып келейік. Апай ағайғасына үйнеп тұрау деме? Сіз осылай қарап тұра бересіз ба сонда? Шығып кетейін ба? Билемесеңіз шығып тұрыңыз. Билесеңіз келіңіз. Ой, биді өлтіреміз ғой біз. Мынау қандай би болды сонда? Тойский би, тойский. Онда бәріміз ағайдың биін билейік. Билейік, билейік. Айтпақшы, бүгін сіздің жақпен қайтам. Мүмкін бірге қайтамыз? Қарсы емеспін. Сосын кешегі анау сізге сөз салғанда Гүл мен Сақина бар ғой. Сол менде тұр әлі. Онда ертең алып келіңіз. Бүгін алып келсем ше? Бүгін жарты сағаттан соң басайын. Жарты сағатта? 10 минут беріңіз онда. Аружан, мен сені жақсы көрем. Менің қызым боласың ба? Қанша жоқ десем де қоймайтын сияқтысың ғой. Е. Балалар, сендер бұнда не істеп жүрсіңдер? Оны мен айтайын. Негізі, бұлар менің оқушыларым. Менің мұңайып жүргенімді көріп, маған қол ұшын беріп, маған көмектесті. Нәтижесі осы. Екеуміз біргеміз. Апай жеңгешке болуың құтты болсын. Біз еше орамалы келдік.